Арнама қош келдіңіздер. Арнама жазылып, видеоларыма лайк басып, комментарий қалдыра отырыңыздар. Сіздердің отзывтарыңыз мен үшін өте маңызды. Мен бүгін сіздермен осындай тауық етімен жасалынатын шашлыктың рецептісімен бөліскім келеді. Духовкада жасалынатын шашлык. Осындай дастарханға сән беретін өте керемет тағам болады. Ол үшін ең алдымен тауықтың төс етін алып, төрт бұрышты етіп турайсыздар. Өте ірі қылып, өте қалың қылып жібермеңіздер. Жұқалау төрт бұрышты қылып, осы видеодағыдай қылып турасаңыздар, өте жақсы болады. Енді осындай бізге болгар бұрыш керек болады. Мен әдемілік үшін осылай 3 түрлі түсінен алдым. Сіздер бір түсінен ала берсеңіздер де болады. Өздеріңіздің ыңғайыңызға қарайсыздар. Олында осындай төрт бұрышлап, шпажка ілінетіндей қылып жақсылап тұрып турайсыздар. Енді осы туралған тауық пен болгар бұрышының үстіне қантымызды және күштен өткізіп дайындап қойған чесногым бар мен мына жерде, соны саламын. Және тұз, куркума, бір шай қасық куркума, түс беру үшін керек бізге бұл жерде, сары түс әдемі түске енгізу үшін, және де кориандр. Және осы жерде паприка салып жіберсе жақсы болады. Менде паприка болмай қалды. Және қара бұрышымды, майонезмен де қолдан жасалған 2 қасық майонезімді салып, қазір бәрін жақсылап тұрып араластырамын. Барлық құрамды мен описаниеда қаразып қалдыратын боламын. Осылай әбден жақсылап араластырып, 1-2 сағатқа маринадтауға осылай қойып қоямыз. Міне 2 сағат өтті. Мен шпажкілермен 4 тауық етін 3 болгар бұрышынан үстіп араластырып түйреп шығамын. Міне арасына болгар бұрышын жіберемін тауықтың. Және тауық еті, қайтадан болгар бұрышы, сөйтіп 4 тауық етінен жіберіп жасап шығамын. Міне мен барлық шпажкілерімді турап шықтым. Өте әдемі шықты. Қазір мен оны пешке салып 180-200 градуста 20 минуттай пісіріп аламын. Міне менің тауық шашлыктары дайын болды. Өте әдемі шықты. Дастарханға сән беретін, кез келген дастарханды ашатын тағам. Және міне осындай картоп шариктерімен немесе сырный шариктермен или тауық ассортиінің қасына қойсаңыздар да болады.